Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі көрермен, құрметті жақсылар. Нақты тақырыпқа байланысты айтатын болсақ, біз бүгінгі айтайын деп отырған мәселеміз мынау әлемдік болсын, облыстық болсын, республикалық болсын, аудандық, тіпті мынау ауыларалық болсын, жарыстар ұйымдастырылған кезде шариғат тұрғысынан көптеген олқылықтар, кемшіліктер байқалып жатады. Оны ешкім көз шұқып айтпағаннан кейін ол нәрсеге бейжай қарайтынымыз анық. Сондықтан осындай олқылықтар, кемшіліктер әлі күнге тоқталмай келеді. Біріншісін айтатын болсақ, мысалға жарыс ұйымдастырылады. Ол жарыста салмақ өлшеу деген нәрсе бар. Салмақ өлшеген кезде бір-бірінің жаңағы қол астындағы спортшыларына, яғни жарысқа қатысып жатқан кезде кәдімгідей белгілі бір деңгейде рұқсат етілген салмақтан артып кеткен салмақтарға көз жұмып қарау бар. Мысалға 29 килограмм салмақта күресетін балуанға 32 килограммдағы салмақтағы баланы алып кеп, бұл да 29 деп мынаумен бірге күрестіретін жағдайлар болады. Тағы бір мәселе бар. Белгілі бір жарыстар көбінесе белгілі бір жылғыларды қамтиды. Мысалы 2011 мен 2013-тің арасындағы жарыстар болады. Міне осындай жарыстарға 2009, ары кетті 2007 мүмкін сондай үлкен жастағы, үлкен жылғыларды әкеп осыларға араластырып жібереді. Яғни осылармен бірге күресетін болады. Осы сияқты мәселелер көп. Ал бұл мәселеге шариғат қалай қарайды? Ең бірінші мәселе, шариғатта таразы деген нәрсеге өте қатты мән береді. Таразы деген нәрсе тек қана бір заты сатып алған кезде және сатып берген кезде ғана керек нәрсе емес ол. Ол таразы деген өмірдің әрбір сәтіндегі таразыға қатысы бар нәрсе. Таразыдан жеген, таразыдан өлшеген кезде, таразыдан жалған сөйлеген, оның бәрі осы мағынаға кіреді. Бір таразыны алып, бір бала мен екінші баланың ақысына кіруге жатады. Ертең жаңағы 29 келі салмақ жарысында сіз келіп қосқан 32 келі салмақта сіздің арыңыз қалай сол нәрсеге жібереді? Сіз қалай оны мынау күрестіресіз? Осы мәселеге мән беру керек та. Ал енді жылғы деген нәрсе ол үлкен нәрсе. Ол жерде жалған құжат жүреді, өтіріктен метрге көрсетесіз, пәленшесінші жылғы деп. Өзара тіпті кейбір жарыстарда жаттықтырушылар келісіп алады бір-бірімен. Себебі бір-бірінің кімде қандай балуан екенін біледі, қай жылғы екенін біледі, қай салмақты екенін біледі. Бірақ өзінің қол астындағы, өзі жаттықтырып жүрген балаға сондай алдауға мүмкіндік беру үшін ол басқа біреудің жаттықтырып жүрген баласына көз жұмады. Бұл сыбайлас арсыздық негізі. Мейлі, сіз жаңағы алдаңыз, таразыдан өтірік көрсетіңіз, ол бала жеңіске жетсін, чемпион болсын. Мейлі Қазақстан чемпионы, мейлі әлем чемпионы болсын. Бірақ та біздің арымыз қандай деңгейде оны қабылдайды. Сіз қалай оны өмірде сондай бір арсыздықпен жүресіз? Сол жарыстарға 3000-дап, 4000-дап, 2000-дап, ары кетті 1000 теңгеден жиналады ақша. Жарысқа қатысу үшін. Енді ол ақшаны әркім әрқалай деңгейде табады. Елдің бәрі бай емес, ол ақшаны төлеуге жағдай жетпейді. Әйтеуір жымқыр біреуден қарызға болсын алып, сол 3000 теңге төлеу мүмкін. Ал сіз мына жақта отырып жарысты ұйымдастырған кезде ол жерде жаңағы әділетсіздік қылатын болсаңыз, ақыретте Аллахтың алдында сұраласыз. Мейлі, бұл дүниеде ешкім сізге мән бермеуі мүмкін, жарайды, білесіз, бір-біріңізге көз қысып жүрулеріңіз мүмкін. Бірақ Аллахтың алдындағы сұрақ, Аллахтың алдындағы емтихан өте қатал болады. Себебі сіз адамның ақысына кіріп жатырсыз. Жай адам емес, баланың ақысына кіріп жатырсыз. Баланың тері оңай нәрсе емес. Ол бала оңайлықпен ол жарысқа келген жоқ. Қаншама қиындықтарды өткерді. Әкесі ол бала жарысқа қатыссын деп қаншама қалтасын тамағынан жырып, соның ақшасын төледі, спортқа қатыссын деп. Ал сіз мына жақта келіп, таразыдан жейсіз, оны өзінен үлкен адаммен күрестіресіз. Өте әділетсіздік нәрсе, өте бұзақы нәрсе бұл. Сондықтан осы нәрсеге жарыс ұйымдастырушылар мән беру керек. Аллахтың алдында сұраласыздар. Сіз бұл жерде жеңіске жеткіздік деп қоя салуыңыз мүмкін. Ақыретте Аллах тағала есеп алады сіздерден. Сондықтан байқау керек. Жарайды, түсінеміз, пендешілік сіздерде де бар. Біреудің баласын жаттықтырып, соны жарысқа жеткізген үшін оның әкесі сізге бір қосымша ақша беруі мүмкін. Ал осылай сіз арсыздықпен алған ақша арқылы байып кетем дейсіз ба? Мүмкін сізді бір жерге кафеге апарып, мүмкін сізге ерекше бір тамақ алып берер.
Бірақ осы нәрсе қалай сіздің тамағыңыздан өтеді? Сіз кішкентай баланың хақысына кіріп жатырсыз. Осы нәрсеге мән беріңіз. Аллах тағала өте әділ. Аллах тағала бәрін бақылап тұрушы, бәрін көруші. Сондықтан Аллахтан қорқайық, бауырлар. Сіздер де мұсылмансыздар. Мұсылман мұсылманға сай әрекет ету керек. Өте маңызды нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады: кімде кім алдаса, ол бізден емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізден емес деп нені айтып тұр? Бізден емес деп, мұсылман емес деп айтып тұр да. Сіз мән беріңіз. Сіз жай бір ақшаға, жай бір жеңіске нені айырбастап жатырсыз? Сіз ең қымбат нәрсе мұсылмандықты айырбастап жатырсыз ғой. Сіз шынайы мұсылман болсаңыз, онда шын өлшемейсіз ба? Шын күрестірмейсіз ба? Шын бәріне әділ қарамайсыз ба? Сондықтан бауырлар, сіздер айналысып жүрген нәрсе өте күрделі мәселе. Тер төгіп жатырсыздар, ұйқысыз түндерді кешіріп жатырсыздар. Бірақ оның бәрі не үшін? Осындай бір арсыз әрекеттер үшін бе? Соған мән беріңіздер. Біз сіздердің еңбектеріңізді бағалаймыз. Сіздер сондай бір қазақтың мықты азаматтарын тәрбиелеп жатырсыздар, жаттықтырып жатырсыздар, өте сондай мықты азамат қылып қалыптастырып жатырсыздар. Бірақ жарыстарда жаңағындай арсыздықтарға жол бермеу керек. Осы нәрсені жөндесек, бәріміз бір болып күресіп, өзіміз білетін бір бала 29 келі, бірақ ол жаңағы өзінен кіші 21 салмақ немесе 32 килограммдағы салмақтағы бала 29-ға кетіп бара жатса, қорықпайық, айтайық ұйымдастырушыларға: мына бала осындайда күрескен, жүр таразыға тартайық, көрейік, анықтайық. Осындай әрекетпен біз туралықты алып келеміз. Әйтпесе мынау спорт деген мәселедегі әділетсіздіктер, баланың алдын жабу, жаңағы терін ақтамау, қақысына кіру деген нәрсе жалғаса береді. Бәріміз бір болып күресейік. Бұның шариғаттағы мәселесі осы, бауырлар. Оған бұлай мән бермей жүре беретін нәрсе емес. Өте мән беретін нәрсе. Аллах тағала баршамызды өзінің сондай тақуа, шынайы, арлы, шынайы мұсылмандардың қатарынан етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.